بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار بعدد نعم الله وإفضاله اللهم إنا قد خرجنا من حولنا إلى حولك ومن علمنا إلى علمك ومن قوتنا إلى قوتك ومن إرادتنا إلى إرادتك فأعوذ بك أن أقول زورا أو أغش فجورا أو أن أكون بك مغرورا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا لله. نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين وبعلومكم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peygamberimizдің өмір баянын оқудамыз. Нурул Яқин фи сирати Саййидил Мурсалин деген кітаптан, авторы Мухаммад Аль-Худари. Мысырдың тумасы, Мысырда туылды, Мысырдың жерінде жерленген. 1872 жылы туылған, 1927 жылы қайтыс болған. Өткен сабағымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кеудесінің немесе жүрегінің тазалануына тоқталған едік. Ол 4 жасында болған. Сабағымызда айтып кеткендей, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның жүрегі 1 рет емес, 2 рет емес, бәлкім 4 рет тазаланған, нұрлы сумен, яғни зәмзәм сумен жуылған. Оған таңғалатын еш нәрсе жоқ. Инширах сүресі баршамызға мәлім. Астаизу биллахи, қала Аллаху Та'ала, Әләм нашрах ләке садрак. Біз сенің көкірек көзіңді ашпадық па? Міне аятта анық тұр. Пайғамбарымыздың жүрегі ашылғаны, және зәмзәм суымен, нұр суымен тазаланғаны. Пайғамбарлардың арасындағы жалғыз пайғамбар сұрамаған. Я Раб, менің көкірек көзімді аш деп сұрамаған пайғамбарымыз. Муса алейхиссалам баршамызға аян сұрағандығын Алла тағала Құранда жазған, Құранда келтіріп кеткен. Не деп сұрады? Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва аhlul уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Я Раббым, көкірек көзімді аш. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри, ісімді жеңілдет. Ва аhlul уқдатан мин лисани, тілімдегі күрмеуді шеш. Тілімдегі күрмеу дегеніміз не? Ол кісінің тілінде мүшкіл болған екен. Сөйлегенде тұтығып сөйледі екен. Соны шеш деп сұраған екен. Кеудемнің көкірек көзімді аш. Өзге пайғамбарлар сұрауын сұрап алған дейді Алладан. Жалғыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла сұрамастан ақ беріп қойған. Сол себепті Инширах сүресі қалай бастады? Әләм, сұрақ, истифхам. Сенің көкірегіңді ашпадық па біз? Сұрамайық. Міне біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәрежесі, мартабасы қандай? Бүгін өтетіміз вафату Амина ва кафалату Абдул Мутталиби ва вафатихи ва кафалату Аби Талиб. Амина анамыздың қайтыс болуы, содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдул Мутталиб атасының қолына өтеді. Көп уақыт ұзамай Абдул Мутталиб атасынан кейін өзінің туған ағасына өтеді. Кім? Абу Талибқа. Туған ағасы дегеніміз Абдулланың туған ағасына.
өткен сабақта айтып кеткен едік. Бір анадан бір әкеден туғанды туғандар дейді, оны шақиқ, ашиққа дейді. Абдул-Мутталибтің 10 баласы болған, соның ең кішкентай Абдулла, сонда Абдуллаға туған болып келген, ол Абу Талиб. Қалғандары өзге анадан. Оларды не деп айттық? Аллат деп айтадық. Аналары әртүрлі, әкесі бір болса, Аллат деп айтқан едік. Ал анасы бір болып әкелері әртүрлі болса, Ахияф деп атаған едік. Демек, әрбіреуінің атауы бар. Сумма инна уммаху ахазатху минха. Кейін анасы Халима анамыздан пайғамбарымызды алды дейді. Кішкене артқа қайтып есімізге түсіріп кетейік. Халима анамыздың қолында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 6 жасына дейін болады. Бірақ 4 жасында бағанағы оқиға орын алғаннан кейін Халима мен оның күйеуі Абу Капша, нақтырақ айтқанда Әл-Харис, қорыққандықтан біреудің баласы аманат, қауіп төнбесін, бір зардапқа ұшырап кетпесін деп пайғамбарымызды анасына алып келеді 4 жасында. Алып келген кезде Әмин анамыз бен Халима анамыздың арасында болған оқиға бар. Соны тоқталып кетейік. Алып келген кезде я Халима деп айтады Айша анамыз. Лақад сен пайғамбарымызға қатты байланған едің ғой. Енді пайғамбарымыз демейді, ол кезде кім дейді? Мұхаммедке. Балама қатты байланған едің ғой. Неге баламды алып кеп тұрсың? Шындығыңды айт. Бір себеп болды ғой бұның артында, бір былай айтқанда гәп дейді, бір сыр жатыр. Бекер алып келмейсің дейді. Бірақ сонда да Халима анамыз, пайғамбарымыздың сүт анасы, ақиқатты айтпайды басында. Анау болды, мынау болды, қайтарып беретін уақыт болды енді. Айша анамыз қайта сұрап қоймағандықтан ақиқатын айтады. Фақат кунтума алейхи харисайни. Сен де және сенің күйеуің де менің балама қатты байланған едіңдер ғой. Бауыр басқанда едіңдер. Жоқ, олай емес, ана болды, мына болды дейді. Сонда қоймағаннан кейін шындықты айтыңдар дейді. Шындықты айтқан кезде шайтан менің балама ешқашан зиян бере алмайды. Шайтанға жол жоқ. Себебі мен оны көтерген кезде, жүкті болған кезде әдеттегі бала сияқты болмады ол. Одан бір ерекшелікті сезінген. Жүкті болған кезімде түсімде мен нұрды көретінмін. Босанған кезде де ол бала әдеттегідей босанған жоқ. Міне сол жерде Айша анамыз, Әмин анамыз Халимаға пайғамбарымыздың қалай босанғандығын айтып берген. Сол жерде әдеттегі бала сияқты босанбады. Босанған кезде қолдарымен зерлеп жерге сүйеніп түсті да, сүйеніп туды да, немесе босанды да, екі қолын аспанға қарап дұға қылған деп айтқан. Халима анамызға сол жерде. Мен ол баламның бекер бала емес екенін білем. Сондықтан оған қорықпаңдар, уайымдамаңдар. Балама ешкім дей салмайды. Оның өзінің несі бар, араб тілінде шәәб дегенімізде орны бар. Деп не істеген? Халима ана да оның күйеуін де тыныштыққа шақырып, бағанағы үрейден арылтып, пайғамбарымызды беріп жіберген. 4 жасында кеп алып кетті ма? Сонымен неше жасында кеп береді соңғы рет? 6 жасында Әмин анамызға пайғамбарымызды әкеп береді. Міне, 6 жасында демек анасы Әмина Халимадан пайғамбарымызды алады. وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن نجار. Осылайша пайғамбарымызды алып 6 жасында анасы Әмина Мәдинаға аттанады. Нағашыларына зиярат ету үшін. وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء. Мәдинаға барып қайтып келе жатқан кезде Абуа деген жерде жолда қайтыс болады. Абуа деген жер ол Мекке мен Мәдинаның ортасында орналасқан бір ауыл. Мәдинаға жақынырақ, Меккеден сәл алыс. Мәдинадан шамамен 150, не 170. Меккеден Абуа 300 не 200 километр. Ортада тұрған жер. Сол жерде қайтыс болады. Үшінші, олармен сапарға шыққан кім? Ол Умму Айман, Хабаша әл-Баракия. Бағанағы әкесінен өткен күн.
бірақ ол кісі не болып тұр? Анасы ретінде болып тұр. Сол кісі не істейді? Анасы Амина қайтыс болғаннан кейін пайғамбарымызды Меккеге ары қарай алып кетеді. Сонда пайғамбарымыз және оның анасы Амина анамыз, сосын Умму Айман Мәдинада азақ уақыт өткізді ма? Жоқ, олай емес. 1 ай уақыт өткізген. Мәдинада 1 ай уақыт өткізген. Сол 1 айдың ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинадағы балаларымен ойнап жүріп, жүзуді үйренген. 6 жасында жүзуді үйреніп қайтқан. Ал хадиске тоқталатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге нені үйретті, нені өсиет етті? Балаларыңа нені үйретіңдерді? Жүзуді, атқа отыруды, садақты атуды, садақты меңгеруді үйретіңдерді. Аллиму ауладакум. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неше жасында үйренген? 6 жасында. Демек, о да сыр бар, бекер емес 6 жасында Алла тағала үйретіп қойғанына. Біз де осыдан өнеге алу керекпіз, пайғамбарымызды осы мәселеде тұлға тұту керекпіз. Балаларымызды 6 жасында жүзуге беру керекпіз. Неге қайтты? Қайту себебі не болды? Ода да сыр бар екен. Бару себебін айтып кеттік. Бару себебі баршаға мәлім. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам әкесін көрген жоқ. Анасының құрсағында жатқанда өмірден өтіп кетті. Амин анамыздың ойы әкесінің жатқан жерін көрсін, нағашыларын көрсін деп алып барған. Міне, тағы бір тәрбие. Сіздің балаңыз, сіз әке болсаңыз, сіздің әкеңіз балаңыз үшін ата болады. Демек, балаңызға атаңыздың қай жерде жатқанын көрсету керек. Зиярат етуге болады, апаруға болады. Амин анамыз соны көрсеткен, үйреткен. Сенің әкең мына жерде жатыр, міне нағашыларың осы деп. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әбден ислам мемлекетін құрған кезде өмірдің алдында, соңында дейді. Өмірден өтерден бұрын, өткен айтып кеткен, 300 сахабамен неге аттанған? Осы Амин анамыздың анасының жатқан жерін аттанған. Ал хадисте, ол қандай хадис? Ла тушадду рихалу илля ли саласин. Аттың басын қай жаққа ғана тартуға болады? 3 жаққа қарай тартуға болады. Қай жаққа? Меккеге, Мәдинаға, сосын Ақса, Байтул Мақдис, Палестинаға. Не үшін? Сол мешітте, арнайы сол мешітте, басқа мешітте емес, сол жерде не оқу үшін? Намаз оқу үшін. Ал пайғамбарымыз бағанағы 300 сахабамен арнайы ниеттен шыққан. Неге дейді? Анасы зиярат етуге. Демек, бұл әрекетімен нені көрсетіп тұр? Нені көрсетіп тұр? Басқа мақсаттарда, зиярат етуге, қонаққа баруға, демалыс, саяхаттауға, басқа мақсаттарда шығуға болады екен қасиетті жерлерге. Соның бірі бағанағы туысқанды зиярат етуге болады. Бұны неге айтып отырмын? Бағанағы біздің бауырларымыз осы хадис санатта не істейді? Ат басын надан басқа жаққа тартуға, бұруға болмайды дейді. Осыдан басқа мақсатта баруға болмайды. Жоқ. Хадисті қалай түсінеміз? Осылай түсіну керекпіз. Егер басқа жақта, басқа бір мешіт болып жатса, түсінікті, онда ол мешітке намаз оқу үшін бармайсыз. Жоқ, басқа да мақсаттарға бара берсеңіз болады. Хадисте ол айтылмаған. Хадистің байланысы жоқ ол мәселеде. Олар Аллахтан не істейді? Сен анау бір жерде атаң, туысқаның қабірі болған болса, зиярат етейін деп шықсаң, олар айтады харам дейді. Оған дәлел жанағы дейді. Сонда хадисте дұрыс түсінбеген деген. Қабір басына барып пайғамбарымыз бірінші барардан бұрын рұқсат сұрап алған Алладан. Рұқсат еткен, бар деп. Қабір басына барғаннан кейін екінші рұқсат сұраған. Истиғфар қылсам бола ма деп. Истиғфар қылма деген, рұқсат бермеген. Оны аштық, дәлелдедік. Неге? Сенің анаң неге мұқтаж емес? Истиғфарға мұқтаж емес. Себебі ол кезде не түскен жоқ? Таклиф, міндеттеме түскен жоқ. Істеме деген жоқ. Аятта анық тұр. Уама кунна муаззибина хатта набаса расула. Біз пайғамбар жіберместен бұрын ешкімді азаптамаймыз. Демек, Мәдинада 1 ай өткізген. Оны көп кітаптарды ашпайды. Мәдинаға барды да қайтып кетті дейді. Мәдинада демек жүзуді үйренді. Сосын фахаданатху Умму Айман, осылайша ары қарай Абуадан Меккеге қарай кім алып кетті? Умму Айман алып кетті. Уакафалаху жаддуху Абдул Мутталиб, кейін Меккеге келген кезде атасы Абдул Мутталиб қамқорлығын алады.
Неше жасында? 6 жасында. Вараққа лаху риққатан лам ту'хад лаху фи валади. Абдул-Мутталиб ондай мейірімділікті, жұмсақтықты өзінің 10 баласына, тіпті пайғамбарымыздың әкесі Абдуллаға, оған да ондай жұмсақтықты, әкелік, қамқорлықты көрсетпеген. Лама кана язхару алейхима мимма ядуллу аля аннаху лаху ша'нан азиман фил мустақбал. Неге? Себебі Абдул-Мутталиб әкесінің өзі пайғамбарымыздың бекер бала емес екенін көрген. Оның болашақта орны бар екенін білген. Неге? Себебі сол тұста еврейлердің және әхлі китаптардың аузынан хабарды көп естіген дейді бұл кісі. Естіген дейді бұл кісі. Содан мына менің балам немересі ғой енді. Баламда бір орын болады. Болашақта бұл не істейді? Үлкен бір жүкті көтереді. Жауапкершілік иесі болады деп көрген. Абдул-Мутталибтің өзі. Уакана юкримуху гаятал икрам. Пайғамбарымызды қатты құрметтейді. Құрметтейтіндігі соншалық сирада келеді бір риуаяттарда. Абдул-Мутталиб атасының Құрайштың ортасында, Құрайштық деңгейде отыратын орындығы бар екен. Сол орындыққа ешкім отырмайды екен, тіпті өзінің 10 баласының бірі отырмайды екен. Сөйтсе пайғамбарымыз келіп отырып алады, сонда бағанағы балалар айтады екен, тұр, бұл жерде Абдул-Мутталиб отырады деп. Сонда атасы айтады екен, жоқ, тиіспеңдер, отыра берсін дейді екен. Неге? Себебі ол кісінің кім болатынын көрген. Естіген дейді көп. ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد 8 سنوات من عمر رسول صلى الله عليه وسلم. Бірақ Абдул-Мутталиб атасының өзі көп өмір сүрген жоқ. Пайғамбарымыз 8 жасына жеткенде өмірден өтті. Демек пайғамбарымыз Абдул-Мутталиб атасының қолында 2 жас немесе 2 жыл не істеді? Қамқорлығын көрді. Сол кісінің мейіріміне бөленді. Абдул-Мутталиб атасы бұл кісіні қатты құрметтеген, қатты сүйген. Балаларына рұқсат етпеген нәрсені рұқсат етіп тұр. Кейін кімнің қолына өтті? Бағана қандасы бір атадан, бір анадан туған Абу-Талиб өтті. Ал Абу-Талибтің есімі кім? Көпшілік білмейді. Көпшілік Абу-Талиб деп айтып жүр. Негізі оның шынайы есімі Абду-Манаф. Шынайы есімі Абду-Манаф. Бірақ тарихта және шежіреде Абу-Талиб деп кеткен. Неге? Себебі Абу-Талибтің балалары көп болған, соның ең үлкені Талиб болған. Талиб. Сонымен не деп аталып кетті? Талибтің әкесі күнемен аталып кеткен. Бірақ шынайы есімі кім? Абду-Манаф. Бұл кісінің жағдайы орташа болған, әлеуметтік. Балалары көп болған. Пайғамбарымызды қалай бұл кісі алады? Үйінде ғажайып болады ол. فكفله شقيق أبيه أبو طالب فكان له رحيما وعليه غيورا وكان أبو طالب مقلا من المال فبارك الله له في قليله. Абу Талибтің бағанағы қаржы жағы нашар болған, баласы көп болған. Пайғамбарымызды қалай үйіне әкеледі, солай береке қонады ол. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناعة. Оған кірместен бұрын Абу Талибтің үйінде жүргенде көптеген сырларды байқаған. Абу Талиб болсын, оның жұбайы болсын, қалған балалары болсын. Бұрын Абу Талиб өзінің балаларымен дастарханда отырғанда дейді. Дастарханда отырғанда ортаға қойылған бағанағы ас ешкімге жетпей қалады екен. Көп қой балалар, 10 шақты бала. Ешкімге жетпейді. Тамақты жеген кезде олар таласбайды екен бетіп. Кім үлгерді сол жейді. Соңында ешкім тоймайды. Ол пайғамбарымыз келерге дейін болған дейді. Қалай келді, үйде береке қонды дейді. Соның бір көрінісі, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дастарханға бірге отырған. Бірінші көрінісінде бірде отырған, бірге бастаған, бірге отырып тамақтанған. Қалай пайғамбарымыз дастарханда отырды? Бәрі тойған дейді. Бәрі тойған. Ол көрініс ондай болмаған оған дейін. Абу Талиб көрдіңіздер ма? Даналық, көрегендік. Байқаған, сосын сынап көрейін деп, келесі жолы пайғамбарымызды балаларынан кейін шақырған. Әбден бәрі отырып тамақтанғаннан кезде шақырған екен. Көрейік деп. Пайғамбарымыз кешігіп келген, аналар үлгергенше жегені жеді. Сөйтіп тамақ бітіп қалған, ешкім тоймаған. Сынап көрді тәжірибеге салып. Содан Абу Талиб не істеген? Бүйтіп айтқан. Енді сендер балаларына айтып жатыр, дастарханға пайғамбарымызсыз отырмайсыңдар. Бірінші сол отырады, сол бастайды, сосын барып жейсіңдер деген.
бәрі тоятын болған дейді. Оның алдында ол мүмкін емес нәрсе дейді. Және бұл кісінің сол балалардың ортасына жүрген кезде Абу Талибтің байқағаны, бағанағы Умму Айманның байқағаны, қолы неге жетеді? Нені алып үлгерді? Соны қанағат тұтып отырады екен. Болды. Қолын созып алып қайтты. Алдынан бітті отырады екен. Әдеттегі балалардың әрекетін жасамаған, секіріп, айқайлап, күліп, алысып жатады ғой балалар. Оның біреуін де істемеген дейді. Әдеттегі бала ұйқыдан тұрғанда, байқайсыз ба? Біз ұйқыдан тұрғанда шашымыз кетеді, аузымыздан сасып кетеді. Мына көздерімізде не пайда болады ұйқыдан кейін? Жаңағы нәрсе пайда болады. Дұрыс па? Бетіміз ісіп кетеді бір жаққа қарай. Мына жерге бағанағы жастанған нәрсеміз жабысып қалады, соның ізі қалады. Ол әдеттегі бала дейді. Пайғамбарымыз ұйқыдан тұрған кезде жуынып моншадан шыққан сияқты болып тұрады дейді. Шашы таралған, бетінде ешқандай әсер жоқ, тап-таза болып тұрады дейді. Ондай ғажайыпты көрмеген. Бағана 10 баланың бәрін енді түсінуге болады да, 10 баланың барлығын аналары тарайды, жуындырады, киіндіреді. Ал пайғамбарымыз тап-таза болып тұрады дейді. Жоққа шығарылмайды ондай нәрсе. Абу Талиб сапарға шыққан кезде соншалықты пайғамбарымызды балаларынан да жақсы көргені, Абу Талиб сылтау айтады екен. Енді өзге балалар айтуы мүмкін, әке, сіз Мұхаммедті бізден артық сүйіп кеттіңіз, бұл әділдік емес қой, деп ренжуі мүмкін. Тәрбие жағынан да дұрыс емес. Содан шығу үшін Абу Талиб бүйтеді екен сапарға шығып бара жатқан кезде. Мынау жылап қоймай қойды, сосын алып бара жатырмын деп айтады екен. Шын мәнінде пайғамбарымыз емес, өзі дейді да, пайғамбарымызды сапарға алып шыққысы келеді дейді. Содан айтады екен, мынау жылап қоймады, содан кейін алып шығып бара жатырмын деп. Неге өзге балалар не істейді? Деп қоя салады да. Әйтпесе әр сапарға шыққан сайын пайғамбарымыз алып шығып кете беретін болса, бағанағы сияқты әділетсіздік басталады. Сөйтіп айтады екен. Абу Талиб пайғамбарымыз соншалық жақсы көргенді. Абу Талибтің үйінде жүргенде дейді, пайғамбарымыз қанағаттың мысалы дейді. Әдетте балалардың істейтін бағанағы әрекеттерінің барлығынан аулақ болған. Оны кім риуаят қылып жеткізді? Бағанағы қамқоршы анасы Умму Айман. Балалар кеп тамаққа таласқан кезде ол кісінің қолы неге жетті? Соны Алла деген қанағат тұтады. Міне, Абу Талибтің үйіндегі болған көріністердің бірі. Астында қосымша Хәмиште қосымша мағлұмат бар, соны оқып кетейік. Кана яқулу фи аували таам алхамдулилля. Тамақ бастамастан бұрын тамақтың дастарханға отырғанда алхамдулилля деп айтады екен. Оны кім үйретті? Валам тара минху казибатан вала дахикан вала жахилиятан. Балалық кезінде пайғамбарымыздың өтірік айтқанын, қатты тырқылдап айқайлап күлгенін, надандық дәуіріндегі әрекет бар ғой балалық. Оның біреуін көрінбеген, ол кісіден ондай байқалмаған. Вала вақафа ма'a сибян ал'абун. Тіпті ана балаларға қосылып ойнағанды көрмеген дейді ешкім. Бала ғой, ойнау керек еді, жоқ. Балалармен де қосылып ойнамаған. Міне, біздің пайғамбарымыз. Бұны неге айтып отырмын? Түсініңіздер. Пайғамбарымызға пайғамбарлық 40 жасында келген жоқ. 40 жас 6 айында келген жоқ. Ол кісі өмірге келмей тұр пайғамбар болып қойған. Ол кісінің пайғамбар екендігін, міне, балалық шағынан байқауға болады. Ол кісінің ерекше адам екенін балалық шағынан байқауға болады. Кейбіреуіміз бүйтіп түсініп жүрміз, жоқ, 40 жас 6 айына толған кезде ақыл тоқтатқанда пайғамбарлық кепті деп. Ол қателік. Алла нәсіп етсе алда көресіздер қателесіп жүргенімізді. Міне дәлел. Әдеттегі бала сияқты болмаған. Ас-сафару иля Шам. Бірінші сапары Шамға. Валамма балагат синнуху алейхи салату вассалам 12 сана. Пайғамбарымыз 12-ге толған кезде, 12 жасқа. Арада аммуху ва кафилуху сафара битижаратин иля Шам. Бағана Абу Талиб көкесі Шамға сауда мақсатында шықпақ болды сапарға. Фаста'зама ар-расулу саллаллаху алейхи вассалам фирақаху фараққа лаху. Енді пайғамбарымыз Абу Талибтан ажырағысы келмеді. Сөйтіп Абу Талиб пайғамбарымызды қатты сүйгендіктен жарайды деп сапарға алып шығады. Бірінші алыс жолға шығып жатыр. Бірінші рет. Ва ахазаху ма'аху, бірге алып шықты.
وهذه هي الرحلة الأولى من бірінші алғашқы сапары. ولم يمكثوا فيها إلا قليلا. Бірақ бұл сапар ұзаққа созылмайды, көпке бармайды. Қазір себебіне тоқталамыз. وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرة بحير الراهب فسأله عما رأوه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن فقالوا إنه لم يظهر للآن وهذه العبارة كثيرا ما كان يلهج بها أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى استعيذ بالله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Аятқа қазір жеке тоқталамыз. Осылайша пайғамбарымызды Абу Талиб бағана керуенмен бірге Шамға алып аттанады. Жолда Бусра деген жерге жетеді. Бусра деген жер ол мына Шам мен Урдун бар. Шам деген жеке мемлекет, Урдун деген жеке мемлекет. Соның шекараларында орналасқан бір ауыл Бусра деген. Сол жерде монах немесе христианствоны оққан ғалым болады. Мұсылман емес, христиан оққан. Бахира деген ғалым болады. Ол кісі соншалық көп оққаны. Кім жайында? Пайғамбарымыз жайында. Мына уақыттың кімнің уақыт екенін біледі? Пайғамбарымыздың дүниеге келетін уақыты. Және оның қандай сипаттары болатынын бәрін біледі. Тіпті ол кісілердің білетіні, біз білмейміз. Ол кісі нені білген? Ана бір ағаш бар, ол ағаштың астында тек пайғамбар отырады дегенді білген. Ол қандай ағаш екенін біледі. Осылайша бағана керуен жолға шығады, Бусраға жеткен кезде тура Бахираның отырған жеріне келеді. Сөйтсе, ешкім отырмайтын, тек пайғамбар отыратын ағаштың астына кім отырады? Пайғамбарымыз отырады. Содан сипаттарын қарай отыра арабтар бұналар. Арабтар болған болса, онда соңғы пайғамбар арабтан шығады. Ана отырған сол болу мүмкін деп қызметшісіне ас дайындатады. Ас дайындатып болғаннан кейін айттырады аналарға. Ешкім қалмасын, керуендегінің барлығы келсін. Мақсаты соңғы пайғамбарды көру, белгісін көру. Абу Талиб пайғамбарымыз дертпейді, малдарды қасына тастап, соған жауап тығып, суартуға, яғни суара берді, тастап кетеді. Барлық келген кезде, кірер кезде үйіне, жүрістерінен, сөйлегеннен кім Бахира бәрін бақылап отырады да, бұлар емес дейді. Керуенде тағы біреу болу керек. Ол кісі неге болар емес деген дейді. Себебі бағана керуен келе жатқанда керуеннің үстінде қалмай бір бұлт жүріп отырған. Қалмай бір бұлт жүріп отырған. Олар оққан. Бұлт кімнің бұйрығына бағынады? Пайғамбарымызға бағынады. Пайғамбарымызға не істеп тұрады? Күннің ыстығын түсірмей көлеңкесін түсіріп тұрады. Қалай керуен шыққан? Сол бұлт керуенмен бірге жүріп отырған. Пайғамбарымыздың үстіне көлеңке түсірген. Ол екінші сапары бар Шамға. Сол жерде иншалла жетсек тоқталып кетеміз, бір айтып кетейін. Майсара бірге шыққан кезде Майсарада көрген ол бұлтты. Ол бұлттың ерекшелігі, сіз қазір бұлай өтіп кетасыз ғой, жоқ, ол бұлттың ерекшелігі бар екен. Көлеңкені түсірген кезде тек қана пайғамбарымызға түсіреді екен. Майсара бірге аттасқанның өзінде, атқа мінгескеннің өзінде де Майсара ана бұлтқа бетіп кіре алмайды екен, көлеңкесіне. Пайғамбарымыз ғана түсіп тұрады дейді. Ешкім бүйтіп пайғамбарымыздың басындағы тұрған бұлттың көлеңкесіне бүйтіп кіре алмайды да. Түсініңіздер ме? Қасында бірге жүрсе де пайғамбарымыз ғана дейді тұрады екен. Сол бұлтты көрген. Содан не істеген? Аналарды шақырып кеп қараса, ондай сипатта ешкім жоқ. Сосын сұраған ғой, ана жақта біреу қалды ма деген. Ешкім қалмады. Бір бала қалды. Малдың басында қалды суарып. Соны алып келіңдер, бәрің келіңдер деп айттым ғой. Алып келген кезде пайғамбарымыз, кірген кезде пайғамбарымыздың жүрісінен, түрінен, келбетінен байқап қойған пайғамбар екен. Сосын отырған кезде артқы жағына қарап, артқы мөрі бар ғой, 4 жасында тура жүректің тұсына басылған мөрін, соны көрген. Содан не істеген? Бұл кісі де өзіндік ғалым, өзінің несі бар, тақуалық бар. Мынау пайғамбар деп бағана керуеннің бәрін айтпаған дейді. Кімді шақырып алған? Абу Талибті оңаша шақырып алып айтқан. Мынау соңғы пайғамбар. Мына ақыр заманның пайғамбары осы. Бұның жауы көп. Сен бара жатқан жақ ол Шам. Шамда осыны күтіп отырған еврейлер, римдықтар көп. Өлтірейін деп басын алайын деп отқан.
Көрдіңіздер ме? Демек, олар дайын отырған. Ол пайғамбар қашан шығады, оның сипаттары қандай болады? Шығармау керек, шыққан болса, басын алу керек, тоқтату керек оның миссиясын. Шамдықтар соны күтіп отыр. Ол жақ қауіп, сен не ақылыңды алатын болсаң, артқа қайт деген. Сол себепті сапар не істеді? Ләм ямкусу фиха илля қалиле. Сапар көп жалғасқан жоқ, не істеді? Аяқталған. Түсініңіздер ме? Міне. Мына Бақара сүресінің 89 аятына тоқталайық. Фаламма жаахум ма арафу кафару бих фалаънатуллахи алал кафирин. Аят мынандай. Оларға, олардың білетін пайғамбары келгенде, олардың білетін ақиқаты келгенде, олар оған иман етпей күпірлік қылды, сол себепті оларға Алланың лағнеті болсын дейді. Бұл аят неге түскен? Түсу себебі мынау. Аятты жалғастырып оқысаңыздар, истафтаху бихи деп келеді. Еврейлер мен арабтардың арасында біраз жылға созылған соғыстар болған. Кейде еврей жеңеді, кейде арабтар жеңеді. Арабтар кім болып есептеледі? Еврейлермен салыстырғанда кәпір болып есептеледі, мушрик болып есептеледі. Ал еврейлер кімдер болып есептеледі? Әхлі китап, кітап иелері. Аятты қарасаңыздар, кәпір болды дейді. Шарқына қарасаңыздар, сонда арабтар мен еврейлер соғысқан кезде, соғысқа шықпай жатып, еврейлер бетіп Алладан медет сұраған екен. Аллахумма ансурна бин набил хатим дейді. Арабтар мен соғысқа шығардың алдында айтады екен. Я Раббым, бізге жеңіс бер. Кімнің құрметіне? Пайғамбардың құрметіне деп шығады екен. Біздегі соғысқа шыққанда аруақ деп медет алады ғой. Тура сол сияқты не істеген олар? Соғысқа шығардан бұрын Мұхаммедтің құрметі, соңғы хатым болып келген соңғы пайғамбардың құрметіне бізге жеңіс бер деп шығады екен еврейлер. Келмей жатып, қаншама соғыстарды солай шыққан дейді. Сонда олар пайғамбарымыз дүниеге келмей жатып тәуассул жасаған дейді. Тәуассул дегенімізде пайғамбарымызды ортаға қойып, пайғамбарымыздың құрметімен Алладан медет сұрау. Осыны сәләфилер не істейді? Бауырларымыз ширк, бидағат, күпірлік дейді. Баршамыз білеміз, ғалымдардың жаппай баршасы әхлі сунна вал жамаат не деп айтты? Тәуассул жайыз деді. Тәуассул дегенімізде біреуді ортаға қойып, соның құрметімен Аллаға жалбарыну. Оқыңыздар, кәпірлердің өзі, еврейлердің өзі пайғамбарымыз дүниеге келмей жатып тәуассул жасаған дейді. Есімін айтып қана соғысқа шыққан. Алла тағала олардың, Құранды оқысаңыздар, олардың осы әрекетін сөкпеген дейді. Несін сөккен дейді? Сендер сол тәуассул жасаған, медет қып сұраған, танитын, білетін пайғамбарларын келген кезде иман етпей қойдыңдар, сол әрекеттерін сөгем деп айтқан. Сонда тәуассул жасаған емес, несін сөгіп тұр Алла тағала? Танитын пайғамбарлар келген кезде иман етпей күпірлік қылып кеткендерін сөгіп тұр. Міне. Фәләммә жаахум, оларға келген кезде кім? Пайғамбар келген кезде, күткен, атын айтып медет сұраған пайғамбар келген кезде не дейді? Арафу кафару бихи. Не істеді дейді? Сол пайғамбарға күпірлік қылды. Сол себепті олар неге ұшырады? Фалаънатуллахи алал кафирин. Сол себепті оларға Алланың лағнеті болсын. Міне, Алла тағала аятта олардың мына истифтах, тәуассул қылғанын естімеген, сөкпеген дейді. Сонда дәлел болып тұр бізге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды қандай жағдайда не істеуге болады? Ортаға қойып тәуассул жасасақ болады. Біз тұрмақ келмей жатып дүниеге еврейлердің өзі жасаған болса, біз үмметіміз иман еткен. Неге жасамасқа? Және бағанаға Бахира нені біледі? Басқа да ерекшеліктерді біледі. Басқа да сырларды. Сырлардың бірі бағана ағашты біледі, және оның астына тек пайғамбар отыратын біледі. Келесі, оның байқағаны ол тағы да бір жерде қайталанады. Екінші Шамға шыққан кезде сапары. Ағаштың көлеңкесі әдетте не істейді? Айдың күннің несіне бағынады? Сәулесіне, жарығына бағынады, дұрыс па? Күн мына жақта тұрса, ағаштың көлеңкесі мына жаққа түседі. Жоқ. Тек пайғамбарымызға қатысты ол емес.
пайғамбарымызға қатысты барлық нәрсе қарама қайшы келеді. Табиғи заңдылықтардың бәрін бұзады. Ағаш не істеген? Күн былай түсіп тұрса да пайғамбарым мына жағында отыр ма, пайғамбарымызға былай көлеңкесін түсіп тұрған. Қай жаққа ауысады, сол жаққа көлеңкесін түсіп тұрған. Ағаштың өзі. Соны көрген, соны біледі. Сонда мына әлемнің есебі жүрмейді пайғамбарымызға. Себебі бұл әлемнің патшасы сол кісі. Лаулака ма халақту лафлака. Сен болмағанда мына әлемді жаратпас едім деген. Сосын Абдул-Мутталибтің қолында жүргенде бір оқиға болады. Абдул-Мутталибтің атасының түйелері көп болған. Естеріңізде ме? Абрахаға сол себепті бармады ма? Түйеңді қайтарып берді. Әдетте Абдул-Мутталиб кімді алып шығады екен, түйесі жоғалып кетсе сахараға? Пайғамбарымызды алып шығады екен. Қалай пайғамбарымыз шығады, түйесін тауып алады. Пайғамбарымыз шықты тауып келеді екен. Пайғамбарымыз шықты тауып келеді екен. Сондай бір сапарда түйе іздеу шыққан кезде пайғамбарымыз өзі жалғыз кетіп, сахарада адасып кетеді. Ал сахара ол құрғақ теңіз деп аталады. Теңіз жаңағы нелер ғой, судан тұрады. Ол құрғақ теңіз. Оған кеттің бе, батасын, адасасын, таппайсың жолды. Бүйтіп көшіп тұрады ғой, кәдімгі толқын сияқты. Сонымен адасқан кезде Абдул-Мутталиб бар, бағанағы түйені іздеуге шыққан адамдар бар, пайғамбарымыз күтіп қалады, адасып кетеді. Содан Жибрил алейхиссалам келіп, пайғамбарымыздың қолынан ұстап, жолды көрсетіп Мәдинаға алып келген. Жолды көрсетіп не істеген? Мәдина алып келген. Бұл оқиға қайда тұр? Бұл оқиғаны Ад-Духа сүресін оқысаңыздар, табасыздар. Уаваджадака даллан фахада. Көпшілік, Алла сақтасын, ілімсіздер, терең оқымағандар, ұстаздың алдында отырмағандар, пайғамбарымызды адасып жүрген, міне. Сосын не істеді Алла тағала? Адасып жүргеннен кейін оған тура жолды көрсеткен, міне аят тұр деп айтады. Алла сақтасын. Аузу билля. Уаваджадака даллан фахада. Фахадака емес. Фахада. Уаваджадака даллан. Сені тікелей аударсақ, Алла сақтасын, түсіндіру мақсатын айтып кетейік. Даллан дегеніміз сені адасқан күйіңде тапты. Қараңғылықта жүргенің тапты деген сөз тұр. Олай емес. Даллан деген сөздің араб тілінде 14-15-тен көп мағынасы бар екен. 14-тен асады. Соның ең бірінші бағанағы. Сахараға шығып не істеп кетті? Адасты. Қай мағынада? Жол таппай адасты. Содан кім? Жибрил алейхиссалам не істеді? Қолынан жетелеп Мәдина алып келген. Тағы бір тәпсірлерді оқысаңыз, Мәдинаның көшелерінде, балалық шағында, Мәдинаның көшелерін адасып қалған деген бір риуаят бар. Сонда бағанағы аяттағысы ақиқат жолынан адасушылықты айтып тұр ма? Жоқ, бағанағы жолды таппай, сахараға шығып адасып кетті ма? Соны айтып тұр ма? Соны айтып тұр дейді. Сонда не? Таих деген сөз. Таих деймізде жол таппай адасты. Екінші мағынасына тоқталайық. Қатты шектен шығып сүю. Мысалы, сіз бір қызды сүйдіңіз. Сүйген адам не істейді? Соқыр болады. Сүйілген екінші тарап қой. Сүйушіңіздің, яғни сүйіп жатқан. Несін көрмейсіз? Ешқашан айыбын көрмейсіз. Ақиқат па? Ақиқат. Оның айыбы қашан көрінеді? Бағанағы сүю деген сезім өшкен кезде көрінеді оның айыптары. Кеш болғанда көрінеді оның айыптары. Қазірге көрінбейді сізге. Сіздің досыңыз немесе әкеңіз айтуы мүмкін. Ол қыз мынандай, ол қызды алмай қой балам десең, жоқ, әкем, өлсем де аламын мен оны. Неге? Көзің не қып біткен дейді. Шер басқан не себепті? Жүрек қатты сүйгендіктен дейді. Түсініңіздер ме? Осы мағанадан алатын болсақ, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты сүйген дейді. Нені? Адамды ма? Жоқ. Үмметін қатты ойлағаны, сүйгендігі не істеді? Не істеді дейді? Өзінің миссиясынан жоғарғы қойған. Содан Алла тағала ескерткен. Сен емес тура жолға салатын. Сенің миссияң не? Алайка таблиғ. Сенікі не? Жеткізу. Сол себепті пайғамбарымыз уммати дей берген.
мына үмметімді қалай алып қалсам деген. Содан пайғамбарымыз не істеп жатыр? Сен өзіңе көп алма деп не істеген дейді? Қайтарған. Түсінікті ма? Сонда адасушылық деген сөз мағынасы. Мысалға, анаңыз сізді қатты сүйгені, анаңызға қатысты сіздің жасаған кемшіліктеріңіз не істей салады анаңыз? Кешіреді. Не себепті? Қатты сүйген дейді. Міне махаббат. Көрдіңіздер ме? Аяттың жалғасына не дейді? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Бағанағы, иә? Қатты сүйген едің, сені не істеді? Фахада. Сені салды ма? Жоқ. Сен тура жолдасың. Фахада дегеніміз мағынасы сені мен өзгелер тура жолға салды дейді. Яғни сені мен, себебі сені тура жолға салды дейтін болса, онда фахадака болар еді. Сен адасып жүрген едің де сені не істеді енді? Тура жолға салды деген сөз шығу керек еді. Жоқ, ол жерде тұр. Фахада мағынасы сен өзің тура жолдасың, және сені мен не істеді? Өзгелерді тура жолға салды. Келесі. Муса алейхиссаламның оқиғасына тоқталайық. Сол жерде Мусаның оқиғасында дал деген сөзді қолданған. Фаалтуха изан ва ана минад-даллин деп айтқан. Қандай оқиғасы? Көшеге шыққан кезде өзінің тайпасының бір адамы қарсы тайпаның бір адасымен не істеп жатады? Алысып жатқан кезде өзінің тайпасы Мусаны көріп қап, көмек бер деген кезде Муса келіп не істейді? Шапалақтап ұрады дейді. Шапалақтап дейді. Одан адамның өлуі мүмкін емес нәрсе. Содан не істейді ол? Бағанағы пәленше ажал келіп қалған ғой тура сол сәтте. Өліп кетеді. Содан кейін не деп айтады? Мен оны істеген болсам, онда мен не деймін дейді? Минад-даллин. Адасушыларданмын дейді. Сонда Муса алейхиссалам адасты ма не? Жоқ. Ана сөздің мағынасы дейді, қатты хайра дегеніміз қайран болу деген сөз білдіреді. Бізде қайран болу деген сөз бар ма? Бар. Бір нәрседен не көрген кезде нәтижесі не боласың? Қатты бір таңғаласың, қайран бол. Соны айтып жатыр дейді. Бағана әрекетінен не істеп тұр? Таңғалып тұр. Міне, сонда дал деген сөздің келесі мағынасы не? Қатты қайран бол, таңғалу. Келесі мағынасы. Араб тілінде бүйтіп қолданады екен. Араласу дегенді білдіреді. Су мен сүтті араластырсаңыз, бүйтіп айтады екен. Даллал мау фил лабан. Даллал мау фил лабан. Су неге араласты? Сүтке араласты. Сонда не деп қолданады екен? Далла мағынасы не? Ихталата. Мағынасы араласты. Көрдіңіздер ме? Сонда бағанағы сен адастың деген сөзді айту, олай тәпсірлеу жараспайды. Келесі тағы да бір дәлел. Юсуф алейхиссаламның оқиғасы. Бағанағы 11 ағайыны, жарайды, Беньяминді қоспай қояйық, ол кішкентай болды. Бағанағы 10-ы не деп айтты? Әкесіне, Яқуб алейхиссаламға. Әкесі Юсуф алейхиссаламды қатты жақсы көріп кеткендіктен бағана әрекет жасады емес болар. Әкеміз қатты жақсы көреді. Сол сөзді Алла Тағала Құранда қалдырды ма? Қалдырды. Не деп айтты? Инна абана лафи далалин мубин деп айтқан. Юсуф сүресін ашып қараңыздар. Инна абана лафи далалин мубин. Біздің әкеміз расында анық неде? Адасушылықта. Қалай сонда? Яқуб алейхиссалам пайғамбар адасушылықта ма не? Жоқ, айтпағы не? Біздің әкеміз кімді қатты сүйеді? Кімді қатты сүйеді? Юсуфты бізден артық сүйеді деген сөз тұр дейді. Міне, қатты сүю мағынасы. Келесі. Юсуф алейхиссалам оқиғасы тағы. Зулейханы қатты жақсы көргеніне дәлел. Содан не істеді? Өзінің құлы ғой былай қарағанда. Соны сүйді деген хабар өсек қайда тарап кетті? Мәдинаға тарап кетпен ба? Сонда патшалардың бағанағы лауазымды адамдардың әйелі, хан шайындар не деп айтты? Ана Зулейха өзінің құлын азғарып жатыр екен деп айтты ғой. Сол сөз не деп келген? Инна ла нараха фи далалин мубин. Әйелдердің айтқан. Мағынасы не сонда? Ол адасып кетті ма? Жоқ. Біздің ойымызша ол қатты не істеді? Юсуфты сүйіп қалды деген сөз. Міне көрдіңіздер ме сонда? Құран кәрімді ала сап, араб тілін 50-50 білесіз? Олдай жоқ сізде. Өзіңізше ғалымсыз, өзіңізше тәпсіршісіз, философсыз, аласыз да ұрасыз. Сөйтсеңіз, далал деген сөздің көп деген мағынасы бар. Қатты сүю, қайран болу, араласу. Бір нәрсені бір нәрсеге араластыру.
міне وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Келесі тақырыпқа өтейік. Харбул фижар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 20 жасына жеткен кезде Мәдинада үлкен соғыс болады. Үлкен соғыс болады. Сол соғыста біраз қан шығындалады. Ол соғыстың атын тарихта не деп қалдырып кетті? Фижар соғысы. Фижар дегенімізде зұлымдықтың, күнәнің шектен шығуы деген сөз. Фажар. Мысалы, күнәһар адамды араб тілінде не деп айтады? Фәжір дейді. Фәжір дегеніміз қатты шектен шығып күнә істеген адам дейді. Сонда күнәнің шектен шыққан соғысы деген сөз. Не себепті? Неге бүйтіп аталды? Сөйтсе, білесіздер, 12 айдың ішінде 4 ай бар. Сол айда арабтар не істемеген? Соғысты жасамаған, соғыспаған, қан төгуді харам деп есептеген. Ол айларда қан төгу үлкен күнәға жататын болған есептеледі. Ол шариғатқа дейін солай болған, ислам келді де сол ұстанымды сол қалпында қалдырды, өзгерткен жоқ. Бірақ олар өздері соны жасап алғаннан кейін мүшриктер не істеген еді? Сол айға түсіп қалмас үшін айлардың орындарын ауыстырған. Оны тарихта оқисыздар. Маңыздысы сол. Фижар деп аталу себебі не екен? Сол айларда адамның қаны төгілген. Қаны төгілу себебі. وَلَمَّا بَلَغَتْ سِنُّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 20 سَنَةً حَضَرَ حَرْبَ الْفِجَارِ. Пайғамбарымыз 20 жасына жеткен кезде толғанда фижар соғысына қатысты. Қатысқанда қолына қылыш алып, аттың үстінде отырып соғысты ма? Жоқ. Бар болғаны ол кісі не алып беріп отырған? Жебені алып беріп отырған. Болды. Басқа ештеңе істемеген. وَهِيَ حَرْبٌ كَانَتْ بَيْنَ كِنَانَةَ وَمَعَهَا قُرَيْشٌ. Кинана, Құрайш, وَبَيْنَ Қайс. Сонда Құрайш бар, Кинана бар, мына жақта Қайс бар. Осы екі тайпаның, мына жақта екі тайпа, мына жақта бір тайпа. Осы екеуінің арасындағы болған соғыс. وَسَبَبُهَا, бұл соғыстың себебі, أَنَّهُ كَانَ لِنُعْمَانِ ابْنُ الْمُنْذِرِ مَلِكُ الْعَرَبِ بِالْحِيرَةِ. Хира деген жер бар. Сол жерде арабтың бір патшасы болады. Ол патшаның үлкен керуені болады. Сол керуенді жыл сайын бағанағы 4 ай бар ғой харам етілген. Сол 4 айдың соңғы айының аяғында, 4 ай өткен кезде міне, бағанағы харам етілген 4 ай бар ғой, ең соңғысы не? Зил-Қиъда, сосын Зил-Хиджа. Сол аяқталатын кезде. Қиъда айының аяғы, Хиджа айының басы, келесі айдың басы. Сол кезде не орындалады? Үлкен Оказ деген жәрмеңке орындалады. Оказ деген. Сол жаққа жан-жақтан түпкір-түпкірден әр жерден не істейді? Саудагерлер ағылады. Сол жерде үлкен 8 күн деп тіпті айлап сауда базар болады. Міне сол сауда базарына бағанағы Хира деген жердің патшасы өзінің керуенін жібермек. Енді оны не істеу керек? Біреу апару керек. Басында жүру керек сақшы. Авторитеті бар, салмағы бар, абыройы бар адам алып жүрмесе, оның жан-жақтағы жаңа шауып кететіндері бар, жол кеселері бар, ұрлап тонап кетеді. Түсінікті ме? Жақсы, бұл соғыстың себебін келесі сабақта жалғастырамыз, қалай аяқталғанын келесі сабақта айтармыз. Одан бұрын иншалла мынаны айтып кетейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям лайса камислихи шей. Ол кісіге ұқсаған адам жоқ. Лайса камислихи наби. Ол кісіге ұқсаған пайғамбар жоқ. Соны біліңіздер. Демек, ол кісінің әрекетіне ұқсаған әрекетті ешкім жасай алмайды. Ол кісінің айтқан сөзінде ешкім айта алмайды. Ешкім айта алмайды, мүмкін емес нәрсе. Біздің есігіміз ашық тұрған, сол кісінің есігі. Барлық есік жабылды дейді. Тек бір есік ашық тұр. Ол кімнің есігі? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның есігі. Ол есікті ашу үшін кілт керек. Ол кілт өмір баянын оқу. Сосын салауатты көп айтып, ол кісіні сүю. Сонда ол есікті аша аламыз. Біреуді жақсы, біреуді сүю үшін, бауыр қылып тарту үшін, досын қылып алу үшін, жүректен бір орын беру үшін ол кісіні тану керексің. Таныған кезде досым, бауырым, інім, сен үшін құрбан болам деген сөз айтамыз. Ол кісіні мен жақсы танимын деп айтасыз. Демек, пайғамбарымызды сүю үшін, бағана есікті ашу үшін не керек? Ол кісіні тану керекпіз, сүю керекпіз. Ал мына оқып жатқан кітап, ол әлі бастаушыларға арналған кітап. Бұны оқып сіз таныдым деп айта алмайсыз. Бірақ бұл да үлкен жетістік, егер оқып бітіп жатсаңыз,
бастама ретінде сізге шабыт береді ары қарай ізденуге. Алла тағала баршамызға пайғамбарымызға деген махаббатты нәсіп етсін. Сол есіктің кілтін Алла тағала баршамызға нәсіп етіп қолымызға берсін. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى توفيق والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.